Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі жасайтын тағамымыз сацебели немесе көкөніс икрасы. Бұл үшін бізге аса қымбат өнімдер қажет емес, бар болғаны ас үйімізде бар. Қызанақ, болгар бұрышы, жуа, сәбіз және дәмдеуіштер қажет болады. Барлығын блендерден өткізіп, майдалап езіп аламыз, және де кастрюлемізге сұйық майымызды құйып, қыздырып, ең әуелі жуамызды қуырып аламыз. Жұмсарып, қызарып бастаған кезде үстіне сәбізді салып қуырамыз. Егер видеоны соңына дейін көріп, қадамдарын қайталасаңыздар, сіздерде де мінсіз көкөніс икрасы шығатынына сенімдімін. Сәбізденген болгар бұрышымызды, чеснок, ащы бұрышымызды салып қуырып аламыз. Соңынан қызанағымызды саламыз. Бұл көкөніс икрасы кез келген тағаммен өте дәмді үйлеседі, немесе қарапайым нанға жағып жесеңіздер де болады. Банкаға жауып қысқа сақтап алсаңыздар да өте керемет. Қызанағымызды салғаннан кейін сәл қайнатып, дәміне қарай тұз қосамыз. Орташа отта 20 минут немесе жарты сағаттай қайнатып аламыз. Осымен біздің көкөніс икрамыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз, барлықтарыңызға ас болсын. Келесі видеода кездескенше.